Сәлем көрермен. Айгүл кеше эфирге шықпай, Асылжан өзі болған еді. Көзі жаутеңдеп, Айгүлді сағынып отыр екен. Клипқа? Ойбай, көтеріліп кетті ғой. Айгүл жоқ, настроение жоқ дейді. Айгүл болса жаңа клипке түсуге кеткен болатын. Барынша тырысып, жай қадамдарымен жетістіктеріне жетіп келе жатыр. Екеуі қайта қосылатындай. Желіде көп ештеңе екеуі айтпайды. Тек қана екеуі бірген түсірген видеоларды жариялап қойған екен. Ал Айгүлдің болса Асылжанға деген сенімсіздіктің басты себебін білдік. Сол сенімсіздікті жойып қайта бірге қосылса деген үміт бар. Асылжан болса өз қателіктерін түсінгендей көрінеді. Жақсы жаққа бет бұрып, қайта өзінің жанұясын қайтарғысы келетіні көрінеді. Алда уақыт көрсетер, кімге не керек екенін. Барлығы қосыл деп жатқанымен, Айгүлде ол сағыныш па, реніш пе? Өз әлі түсінбейтіндей. Махаббат болғаны анық, отбасын барынша сақтағысы келген екен. Жастықта не болмайды? Ал көрерменнің пікіріне көшейік, Айгүл біраз нәрсеге шыдаған екен. Асылжан Айгүлдің қадірін енді біліп, қателігін түсініп отырған сияқты. Бірақ сол нәрселер әлі кедергі болмай ма деген қорқыныш бар сияқты. Асылжан, Айгүлді енді жылатпаймын, бар жағдайымды жасаймын. Балаларыма да, Айгүлге де қамқор, қорған боламын десен. Айгүлдің көзін жеткізіп қосылғандарын дұрыс. Бірақ біраз Айгүлдің көзін жеткізуің керек. Ал олай істей алмасан, Айгүлді жайына қалды. Айгүл қызым, өзіңнің әке шешең жоқ екен. Мына күйеуін кезінде сені әбден басынған екен. Сөзінен байқап отырмыз, өзгерген түгі де жоқ, сырт көзге бәрі байқалады ғой. Қайта қосылма, айтар ақылым, қосылсам бұрынғы тауқыметін қиыншылығын қайта басталады. Екі ұлыңды асырап жеткіз өзің, мен ер адаммын, 60-қа келіп қалдым. Әкелеріндей адаммын, бір жіберген қателігінді екінші рет қайталап баспа, өткен өміріне қайтудың еш қажеттілігін көріп тұрғам жоқ, босқа өкініп қаласын. Асылжан, Айгүл бақытты болыңдар. Біз қуанып қалдық, мына жаңалықты естіп, махаббаттарын мәңгілік болсын. Бір-бірінді жоғалтып алмаңдар, Ақтөбеден сәлеммен дейді оқырмандар.